Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Өтемұрат Қарақат. Және Абай Аралы. Бүгін біз Ақши ауылының тұрғындарына сұхбат алмақшымыз. Біздің мақсатымыз кеңестік кезеңдегі адамдардың өмірін зерттеу және олардың естеліктері арқылы тарихи түсінігімізді тереңдету. Менің бірінші қоятын сұрағым, сіз армия туралы не айтасыз? Енді біздерде Совет үкіметінің кезі біздерде 77 жылы алды, 79-да үйімізге қайтып келдік. Ол кезде Забайкальский военный округта служить еттік. Ол кезде жабық қала. Қазақстанда емес пе? Жоқ, ол кезде біздің қаламыз картада да жоқ. Ол жасырын қала. Сондықтан ол кездегі біздердің немізде ешкім таба алмайды. Біз картада жоқ қалада әскерлік борышымызды атқардық. Бірақ қазір ол картада бар, город Краснокаменск деп айтылады. Все, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Арайлымның әжесі Айсұлу және мен Қарақат. Біз бүгін осы респондентті бізден сұрайтын сұрағымыз, кеңес дәуіріндегі дүкендердің жағдайы қандай болды және де кезекке тұру жиі болды ма? Кезекке тұру жиі болған жоқ, ол деген 1-2 жыл бір сондай болды, бір кезекке тұрып сабын алып, кезекке тұрып қант алып, май алып, бірақ ұзаққа созылған жоқ. Бірақ ол кезде де магазинде бәрі болатын. Қаймақ та болатын, қант та болатын, май да болатын, шай да болатын. Осым ет те болатын, осықанда қиыншылық көп болған жоқ. Арасында 1-2 жыл сондай болды, бірақ о заманында өттік қой, Құдайға шүкір. Иосиф Сталинге осы жастардың және де оған дейінгі поколениялардың қарым-қатынасы қандай болды? Және осы уақытқа дейін олардың Иосиф Сталиннің суреттері әрбір үйде болғаны рас па? Иә, рас. Біз ол кезде бала болатынбыз, кішкентай оқушы болатынбыз, 3-4 класс, бірақ біздің әке-шешеміздің үйінде Иосиф Сталиннің портреті ілулі тұратын. Осы уақытқа дейін әкеміздің, әке-шешеміздің үйінде архивте тұр ол деген, оны лақтырып тастаған жоқ, іліп қойды Бремянкада. Иә, ол кезде ол кісіні сыйлайтын, барлығы ешқандай ол кісі туралы жаман ешнәрсе айтқан жоқ. Барлық жерде ол кісіні құрметтеп қадірлейтін. Әрбір үйдің төрінде сол кісінің портреті тұратын шыны керек. Сәлеметсіздер ме? Бұл біздің 3-ші респондент, менің көкем Абу. Менің қойғым келетін сұрақ, ол КСРО кезінде шынымен теңдік болды ма, әлде бай адамдар болды ма? Теңдік болды ма? Бәрі бірдей болды. Бай адамдар көп болды ма? Жоқ, байлар жоқ болды. Бірақ ол кезде қойлар, сиырлар болды ғой көп. Көп болды ба. Азайып қалды, қойды, сиырды, жылқыда, түйеді. Тыл кезі туралы қандай хабарыңыз бар? Тыл кезінде біздің атамыз бен әжеміз жұмыс істеген военный заводта қару-жарақ шығарған, оқ, дәрі барлығын шығарған. Мінекей мына біздің әжеміздің несі, медальдар, әне жерде де бар сақталған медальдары. Жаңағы мынау куәлігі, біздің әжеміз қару жасаған, мысалға, жаңа соғыстағы азаматтарға қару-жарақ, жаңа киім-кешек барлығын осы кісілер жіберіп отырған. Атамыз да сол жақта қанша жыл соғыста болып, атамыз аман-есен еліне оралған. Мінекей мынау военный билеті атамыздың, мынау да военный билеті, мінекей атамыздың осы уақытқа дейін сақталып, бұл бізде архивте, өзімізде үйде. Мінекей мынау атамыз, мынау әжеміз. Осы военный билет дейді, ол кезде байдың балалары өздерінің балаларына ауыстырып соғысқа жіберген моменттер болды ма? Иә, ондай болды ғой, мысалы, байлар балаларын жібермеймін деп, орнына кедейдің балаларын жіберіп, өз балаларын қойып, кедейдің балаларын соғысқа өз балаларын орнына жіберген, қашып жүрген байлардың бір. Ондай жағдайлар көп болды ғой ол кезде. Баршаңызға сәлем. Біз бүгін Асқар Тоқпанов ауылының ең сыйлы әрі ардақты апасы, біздің көшеміздің әкімі және де сыйлы тұрғыны Айман апайдан сұхбат алуға келдік. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Я, мен Нұрова Айман Қайнарбаевна. Осы Кассак ауылының, яғни Асқар Тоқпанов ауылының туып өскен адаммын. Осы жерде туылдым, одан ержеттім, мектепке бардым, оқуға түстім, оқуымды бітіргесін осы жерге қайтадан мұғалім болып келдім. Міне менің бүткіл өмір баяным қазір зейнеткер ұстаз.
Сиз пионер немесе комсомол ұйымында болдыңыз ба? Әрине біздің кезімізде пионер ұйымы деген де болды, комсомол ұйымы деген болды. Біз мектепте де белсенді пионер және комсомол болдық. Кейін уже ұстаз болып келген кезде де мен комсомол секретары болдым. Мен алғаш келгенде пионер вожатый деген бізде ол кезде штат болған. Менің өзімнің жаңағы педучилищеде оқыған мамандығымның өзі аға пионер вожатый және бастауыш класстың мұғалімі деген не алдым, жаңағы мамандықпен келдім. Содан кейін бірден мамандық, жаңағы бастауыш класстың орны болмады да мен аға пионер вожатый болдым. Яғни пионер ұйымының жетекшісімін. Қазіргі тілмен айтқанда тәрбие жұмысының завучтарының қызметі ғой қазір. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қандай қиындықтарды бастан кешірді, сол туралы айта аласыз ба? Біз енді екінші дүниежүзілік соғыс дегенді көргеніміз жоқ қой. Біздің әкелеріміз көрді, әкем көрді менің. Менің әкем соғыста болған, айтып отыратын 314-ші атқыштар дивизиясында тура Москва түбінде болдық деп. Тура Москва түбінде болған. Оғыз туралы мен газетке жазған статьям бар. Былтыр осы ауылдың белсенді азаматтары видеоролик жасап, сол кісілердің барлығының аты жөнін бәрін шығарып, сондай видеоролик жасап бір үлкен еске алу Құдай тамағын берген болатын. Осы ауылда 96 қария бар еді, соғысқа қатысқан. Олардың бәрін мен көзіммен көрдім, қолыммен жетектеп жүрдім, себебі мен ол кезде пионер вожатый болдым. Тәрбие жұмысының ең бірінші басшысы болдым. Былай айтқанда завуч болды тәрбие жұмысынан кейінгі, мен сол кісінің көмекшісі болдым. Барлық аталарды көрдім, апаларды көрдім. Қазір ешкім қалған жоқ. Бәрі дүниеден өтті. Бірақ ол кісілердің есімінің бәрі мына ауылдың орталығында Даңқ мемориал деген саябақ тұр ғой. Сол жерде 216 адамның аты жөні жазылған. Барлығы осы біздің Іле ауданынан, осы біздің округтан, бұрынғы комсомол, қазіргі Жайнақ ауылынан, Бұрындай ауылынан сыртқа көшіп кеткен ағайындар, туған туысқандардың бәрін аты жөнін жазғызған. Ол жазғызған, жинақтаған адамдардың ішінде мен де белсенді болдым. Күшті ғой. Иосиф Сталиннің кезіндегі адамдардың өмірі қандай болды? Және де оның Иосиф Сталиннің суреттері әрбір үйдің қабырғасында ілулі тұрғаны рас па? Иә, әрбір үйдің қабырғасында. Табынушылық болды ғой, ана кісі дегенің мықты деспот деуші ме еді? Мықты тәрбиені ұстайтын сондай адам болды. Сондықтан әркім ол кісіге табынды. Оның тәртібі дұрыс болған жоқ сол кезде. Сондықтан табынды. Иосиф Сталинді Құдайдай санаған. Құдайдай санаған, бәрі Құдайдай санаған. Менің енді бала кезім ғой, айтып отыратын, Сталиннің заманындағыдай тәртіп болса деп айтатын. Жарқырап, мойныңда жарқырап тұру керек. Ойбай, галстугыңның бір жері мыжық тұрса, үйге қайтарып жіберетінбіз. Есін алында тұратынбыз. Мен өте строгий болдым. Пионер вожатый болсам да қатты. Пионер вожатый деген кісі осы ауылдағы жаңағыдай соғысқа қатысқан қариялар, көмегі жоқ қариялардың үйіне бір класты ұйымдастырып, апарып сол кісіге көмек жасайтын. Ол кісіге не керек? Қарын күру керек па? Отын жару керек па? Көмірін кіргізу керек па? Огородын айдау керек па? Тіпті үйін ақтап, жуып шаю керек па? Топ-топқа бөліп, жаңа бір класс, бір 20-30 бала. Сол кісінің үйіне көмек жасайтын. Және ылғи сол кісінің қамқорлыққа алып өздері қарап отыратын. Қандай адамгершілік көрмейсіңдер ма? Қандай еңбек? Ол кезде ана еш ата-ана сен ананың үйіне барып бірдеңе істеме. Неге барасың деп айтпайды. Тимуровшылар командасы деген болған. Жаңағы Тимуровшылар командасы сондай көмек жасайды. Ұлдар далада, қыздар үйде. Барлығына жаңағы соғысқа қатысқан кісілердің бәріне келіп, даже кісілер өздері көмек сұрайды. Балалар көмектесіп, сонда бір көмектеспеген класс қалмайтын. Әрқайсында бір отбасын алады, есеп беріп отырады. Мынандай көмек жасадық, суреттерін түсіреді. Енді ол кезде суретке түсіру өте аз болды ғой. Мынау сияқты емес. Біздің де өзіміздің суреттеріміз анда-мында бір қалған.